Сәлем достар, сіздермен бірге Мадина. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария қалдырып қолдап кетіңіздер. Дәл осындай сочный болып шығатын котлет жасағыларыңыз келсе, онда осы рецепті пайдаланып жасап көріңіздер. Сіздерге міндетті түрде ұнайды деген ойдамын. Және де пікірлеріңізді комментарияға қалдырып кетіңіздер. Бұл котлеттің ерекшелігі, біз ешқандай да булка, нан қоспаймыз. Бізге керегі фарш, өздеріңізге керек мөлшерде алыңыздар. Менде мына жерде жарты килограммдай фарш, соған үлкен 2 бас пиязды майда етіп турап аламыз. Пиязымызды турап аламыз. Картопты және де сәбізді теркадан өткізіп аламыз, яғни үккіштен өткізіп аламыз. Ұзын сияқты көрінгенмен піскен кезде білінбей қалады достар, сондықтан қорықпай дәл осындай теркадан өткізе беріңіздер. Ас көкіні турап аламыз және де керекті мөлшерде сарымсағымызды майда етіп турап аламыз. Бір жұмыртқамызды саламыз. Қара бұрыш, тұзын өздеріңіз дәм тұзына қарай салыңыздар. Мен ешқандай да нан қоспағандықтан кішкене ұн салып жібердім. Сол кезде котлет жақсы жиналатын болады. Жақсылап араластырып аламыз. 1-2 қасықтай сұйық май құйып жіберіңіздер достар. Дәл осы фарштың үстіне 1-2 қасық сұйық май құямыз. Именно сол жерім менің видеоға түспей қалыпты. Осындай формаға салған соң, ұнға ары-бері котлетімізді аунатып аламыз. Қызған майда алды-артын қызарғанша пісіріп аламыз. Ерекше дәмді болып шығады достар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. 100% сенемін, что сіздерге ұнайды. Сосын котлеттеріміздің барлығын қайтадан осы табамызға салып, үстіне 100 мг су құйып, 15-20 минутқа бұқтырып қоямыз. Отымызды сәл баяулатамыз. Қарап отырыңыздар, су тартылып, жаңағыдай асты күйіп кетпесін. Міне достар, котлетіміз дайын, ас болсын. Видеоның соңынан дейін қарағандарға көп рахмет. Сау болыңыздар.